Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін біз қарапайым математика ұғымдарын қалыптастыру пәні бойынша жемістер мен көкөністер тақырыбын өтеміз. Сабақтың мақсаты кез келген саннан бір санды кемітсе, одан бұрынғы алдыңғы сан шығатынын түсіндіру. Сабағымызды бастамас бұрын психологиялық ахуал жүргізейік. Кәне біздер ойлайық, ойымызды жинайық, қандай есеп болса да шешпей оны қоймайық. Ал енді сандарды еске түсірейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Жарайсыңдар балалар, енді жемістер мен көкөністерді есімізге түсірейік. Алма, лимон, алмұрт, банан, жүзім, құлпынай, шие, апельсин, қарбыз, таңқурай, қара бүлдірген, ағызу, шабдалы, өрік, асқабақ, сәбіз, баялы, қызанақ, пияз, қырыққабат, картоп, бұрыш, қызылша. Оқушылар, енді жаңа тақырыбымызға назар аударайық. Біз осы күнге дейін 0-ден 20-ға дейінгі сандарды өсу және кему ретімен жазып үйрендік. Енді бүгінгі біздің тақырыбымызға 0-ден 4-ге дейінгі сандарды алайық. 0, 1, 2, 3, 4. Біз 0-ден 4-ге дейінгі сандарды өсу ретімен жаздық. Енді балалар, қандай саннан бір санды кемітсең, соның алдындағы сан шығады. Мысалға, біз 2 санын алайық. 2 санынан бір санын азайтсақ, немесе кемітсек, мысалға 2 ручка. 2 ручкадан 1 ручканы алсақ, неше ручка қалды? 1 ручка қалды. Яғни жауабы неше? 1. Яғни бізде 2 санының алдында қандай сан кездесіп тұр? Дұрыс айтасыңдар, 1 саны кездесіп тұр. Дәл осылай, мысалға 3 санынан 1 санын азайтайық. 3 ручканы алайық. 3 ручкаден 1 ручканы алсақ. Неше ручка қалды? 1, 2. Яғни 2 ручка қалды. 3 санының алдында қандай сан кездесіп тұр?
2 саны кездесіп тұр. Дұрыс айтасыңдар, яғни жауабы 2. Келесі 4 саны. 4 санынан 1 санын азайтсақ, 4-тің алдында қандай сан кездесіп тұр? Дұрыс айтасыңдар, 3 саны кездесіп тұр. Яғни жауабы 3. Дәл сол сияқты 1 санынан 1 санын азайтсақ, 1 ручкіден 1 ручканы алып тастасақ, неше ручка қалды? Ручка қалмады. Яғни жауабы 0. 1 санының алдында 0 саны келіп тұр. Енді балалар, қарапайым математика ұғымдарын қалыптастыру дәптерімізді аламыз, есептерді шығарамыз. Балалар, егер сабақ түсінікті болса, жасыл түспен, егер жартылай түсінікті болса, сары, мүлде түсініксіз болса, қызыл түспен бояймыз. Назар аударғандарыңызға рахмет.